Біз бүгін өрме төс жасаймыз. Ол өрме төске міне төсетті алдық. Сосын мынау тоқшекпенен сыртынан өреміз. Бірінші мына төсімізді дұрыстап аламыз, кішкене кесіп, мыналарын қартып аламыз төсті. Енді бұған дұс саламыз, сосын бұрыш саламыз. Чесногымыз турап үстінен саламыз. Міне салатын бәрін салдық, енді осылай ораймыз. Енді жіппен сыртын байлаймыз. Ал енді мына шекті өреміз косичка қылып. Бұл да семіз. Мінеки майы бар бұның да. Мынандай май. Міне өрме төсіміз дайын мінеки. Міне енді осыны пісіреміз мінеки. Енді мұздай суға қазанға саламыз. Міне пісті. Ішінде жүрген бұрыш, қаралар бұрыштар. Бәрі піскен жұп-жұмсақ. Осылай өрме төсті пісіріп алып, қазақта далаға шыққанда осыларды пісіріп алып, далада жейді. Қазақтың ұмытылған тағамы. Өрме төс дейді бұны.